Арықтау үшін лимон мен бал қосылған сусынды аш қарынға ішіңіз. Негізінде жылы су ішкі ағза жұмыстарын белсенді етеді. Лимон мен бал бактерияға қарсы қасиеттерге ие. Осындай пайдалы сусынды күнделікті таңертең аш қарынға ішуді әдетке айналдырыңыз. Лимон, бал және жылы су өз алдына да пайдалы бола алады. Алайда үшеуінің қоспасы денсаулыққа 2-3 есе көбірек пайда келтіреді. Сонымен қатар лимон мен бал қосылған суды айтылған 6 жағдайда міндетті түрде ішуге кеңес береміз. Ең біріншісі бұл ас қорытуды жақсартады. Яғни лимон мен бал салынған жылы су асқазан ішек жолдарындағы токсиндерді айдайды. Егер сіз осыдан кейін, яғни майлы тағамды көп жеп қоятын болсаңыз, сосын осы айтылған сусынды ішсеңіз, яғни лимон, бал салынған жылы суды ішетін болсаңыз, ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіріп, жағымсыз әсерден қорғайды екен. Лимонда дәрумендер мен минералдар, сондай-ақ бауырдың жұмысын жақсартатын заттар бар. Осының барлығы сіздің күні бойы ешқандай ауырлықты сезінбей, қалағаныңызды ішіп жеуге кедергі келтірмейді. Сонымен қатар несепті айдайды. Яғни лимон мен балдың құрамындағы антиоксиданттар асқазан ішек жолдарындағы токсиндерді ғана емес, бүкіл ағзадағы зиянды заттарды сыртқа шығарады. Сондай-ақ осы үш қоспадан дайындалған сусын несеп айдайтын да қасиетке ие екен. Соның арқасында несеп жолдары тазарып, саулығы да арта түседі. Ең бастысы арықтауға көмектеседі. Семіздіктен арылғысы келетіндер бұл сусынды жылдам әсер ете қоймайтынын түсіну керек. Әйтпесе лимон мен бал қосылған сусын тек иммунитетті көтеріп, ағзаны тазартудан арыға аспайды. Айтарлықтай нәтижеге жету үшін 3 қоспадан тұратын сусынды бірнеше ай бойы ішуге тура келеді. Сонда сусын ағзаға қажетті микроэлементтермен қанығып, артық салмақтан арылатын болады. Мәселен, балда 22 түрлі амин қышқылдарынан және де дәрумендерден, микроэлементтерден тұрады. Оның құрамында зиянды қант та болмайды. Сол себепті бал қосылған су семіртпейді. Семіздіктен арылып, сымбатты қалыпқа келтіру үшін балды да дұрыс таңдау керек. Табиғи таза бал әрқашанда пайдалы. Таза балдан күніне 2 ас қасыққа дейін қолдануға болады екен. Арықтауға арналған сусынды 1 стакан қайнатылған жылы суға 1 шай қасық балды салып, 2 шай қасық жаңа сығылған лимон шырынын құясыз. Су міндетті түрде жылы болу керек. Егер су тым ыстық болатын болса, балдың құрамы өзгеріске ұшырап, пайдасы болмай қалады. Мұндай сусынды таңертең аш қарынға және түскі, сосын кешкі астан 20 минут бұрын 3 рет ішу керек. Арықтағысы келетіндер бал мен лимон шырыны қосылған суды ішіп қана қоймай, денеге физикалық күш түсіруді де ойлағаны абзал. Сонымен қатар тамағыңызды, яғни дұрыс тамақтану арқылы арықтауға болады. Демнің таза болуы. Таңертең осы пайдалы сусынды ішкеннен кейін ауыз қуысы да тазарады. Ол үшін сусынды ішіп қана қоймай, ауыз қуысын шаясыз. Лимон мен бал ауыз қуысындағы бактерияларды өлтіріп, ондағы жағымсыз иісті жояды. Таза тері. Яғни антиоксиданттар барлық ағзаға, тіпті тінге, теріге де пайдалы. Бал, лимон шырын қосылған жылы суды үнемі ішу терінің саулығын арттырып, әдемі, тегіс әрі таза етеді екен. Иммундық жүйені нығайтады. Осындай сусында ауа райының осындай құбылмалы кезеңдерінде, әсіресе тұмаудың өршіп тұрған уақытында ішкен өте пайдалы. Себебі бұл сусын иммундық жүйені нығайтып, кез келген сыртқы қауіптен қорғайды. Лимонның бойындағы С дәрумені ағзаның қорғаныш қабатын күшейте түседі. Негізінде лимонның құрамында магний, калий және де С дәрумені ми, жүрек және жүйке жүйесінің жұмысын жақсартады, қан қысымын бір қалыпты келтіреді, теріге нәр береді, тырнақ, шаш өсіміне оң әсерін тигізеді. Лимон қосылған қайнатылған жылы су бауыр, өт, бүйрек ауруларының алдын алып, бұл мүшелердің жұмысын жақсартады. Өт жолында тастардың жиналмауына ықпал етеді, ағзаны зиянды қалдықтардан арылтады. Қан құрамындағы токсиндерден арылтып, терідегі пигментті тақтардан көзін жояды. Безеу, секпіл және де әжімнің түсуіне жол бермейді екен. Теріні тазалап, оны ағартады. Күнделікті таңертең аш қарынға қабылдаған лимон қосылған су жүйке жүйесінің жұмысын бір қалыпқа келтіріп, бойға күш-қуат пен сергектік береді. Стресс, күйзеліс және көңілсіздіктің болмауына ықпал етеді. Жаздың аптап ыстық күндері бұл шырын шөлден құтқарса, қыстың күні жанға жылулық пен күш сыйлайды екен.